Musulmandардың қолында келе берді. 1967 жыл. Бұл жерде барлық сауаттылар отырады. 1948 жылға чейін дүниелік картада Израиль деген мамлекет бар біле. Урматтуу мусулман бір туғаным, жерін келіп басып алды, мамлекетін құрды. Бүгін анан кейін жерін қорғағандар террорист, қол салғандар байқұштар таш менен башқа менен өзінің жері қойған. 1969 жылы бұлар қайра Масжиди Кудусқа Ақсаға кіріп, аны талқылап, ал жерде бийлері менен, тансалары менен, башқалары менен қанша адам жасабаған жаман нәрселерін жасады. Урматтуу мусулман бір туғаным, бүгін балдарыбызды, қыздарыбызды үмметтің ғамы менен, үмметтің қайғысы менен қайғырып жашауды үйретішіміз керек. Балдарыңды бүгін әрбір үшетте отырған. Бәлкім 90%, 70% Мессини сұраса білет, Роналдоны сұраса білет, жана башқа ойыншы, бийчи, ырчыны білет, анын хоббисин білет, керек болса анын жақсы көрген тамағын білет, қанша контрактмен, ақчамен футбол ойнағанын білет. Бірақ урматтуу мусулман, Салахиддин Аюб жөнүндө, Масжиди Акса жөнүндө, Кудус жери жөнүндө эч бир маалыматыбыз барбы? Нуъман ибн Баширден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям риваят кылган хадис, имандуулардын биримдиги дейт. Алар имандууларбы? Имандуулардын биримдиги дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бир дене сыяктуу. Эгер ошол дененин бир жери зака жесе, зыркырайт, тынчы кетип бүткүл дене. Бир жериңиз ооруп калса, таң аткыча башка тишиңиз ооруса, уйкуңуз качат, тап чыгат. Ошол сыяктуу урматтуу мусулман бир туган Палестинадагы мусулмандарга биз кайгыра билдикпи? Bir denenizin bölümü eкен. Müslümanlar birimdikte bir dene siyahtı. Emne olacak? Жоқ degende bir dua kıldık mı? Silahul mu'minat dua. İmanlıdın kuralı dua. Ova biz alıstabız, biz başka memleketteyiz. Biz жоқ degende dua kılaldık mı? Hurmatlı Müslüman bir tuğanı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yeşuddu ba'du'a ba'd. İmanlı adam ikinci imanlılar birbirine bir kuruluş siyahtı, kirpiçtin связкасы болған siyahtı. Biz Müslümanlar uşunday, Peygamber bu hadiste aytkanda şabbeke bayna asabi'a modu aytты. Müslümanlar birimdigi uşunday, birine bir uşunday bekemdeş gerek dedi. El-mu'minu kel-bunyan yeşuddu ba'du'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Zar el-Gıffari rivayet kılan hadiste Abu Zar el-Gıffari aytdı: "Men lem yehtem bi emril muslimine feleyse minhum." Kim musulmandardın tүйшігіне көңіл бұрваса, açқанығына, қиыншылығына, қаны төгілгеніне, жапа чегіп жатқанына көңіл бұрваса, алардан емес дейді. Қайғыра білеміз, урматтуу мусулман бір туған.